Көлі. Біз Балқаштымыз ғой, Қарағанды облысы. Мына көл жасалған тоже не ғой, натяжной. Қазақы бөлме. Мынандай үшеу. Натяжной потолок. Одан кейін насы бар. Түгел терезеде шторлар бар екен. Карта. Детский бөлме ғой. Ойын. Ассалаумалейкум оқырмандар, бүгін бізде тағы бір түсірілім. Қарасай ауданы, село Көксай, Алғабас микрорайонының қасында мына үйді сіздермен таныстырамын. Үйді бастамай тұрып каналға тіркеліп алыңыздар, менің алдағы видеоларымды бірінші көру үшін. Және комментарий мен лайктарды аямай бассаңыздар болады. Кірген бойда толық брусчатка екен. Аға үй егесі өзі таныстырады. Сәл хаттырақ айтып жіберсеңіз. Мынау үйге кірген беттегі мынау брусчатка. Енді үй қапталған, әзір құр боялмаған. Енді кішкене нюанс мынау. Шатыршамызды бері қарай созамыз ба деп ек, оған қазір карантин еще жұмыскерлеріміз де босамай жатыр. Шипіріңіз немен жабылған? Шипір не ғой анандай? Не деуші еді? Металлочерпица? Иә, металлочерпица ғой. Сізде ана жерде слив па, су ма? Бұл не немене скважина. 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 Воротаңыз автоматты түрде еңіз, Автоматты түрде бұл. Мына жерге егік-егісеңіз болады деңіз. Егік-егісің, ана яқын ол жерге біз баня бір саламыз ба деп ойым бар. Наорда кішкене огород салуға, енді түгеліне қолайлы ғой әйтеуір. Үйіңіздің аумағы қанша? Аумағы 6 соток. 6 соток. Слив па или канализация ма сізде? Жоқ, не ғой, септик қой. Септиге бұл жерде? Әзір кемеген. Ендігі жылы ма әйтеуір қосылады деген не бар. Қол қойдырып кеткен. Осыны. Не себептен сатайын деп отырсыз? Үйіңіз мықты екен, жақсы жасапсыз. Немен соғылған? Қызыл кірпіш үй. Қызыл кірпішпен соғылған. Ар жақ топ қау дейм, иә? Үйді сататын себебіміз балалар Астанаға кетіп жатыр семьясымен. Біз жолдасымыз екеуміз қалада бір-екі бөлмелі үйде жетеді, бұндай зәулім үйде тұрмай-ақ. Ауыстырасыз ба квартираға? Квартираға вариант болса көреміз. Вариант болса, иә? Былай. Мынауыңыз? Мына кладовка. Немен еді? Тапчан? Тапчан дейді, ана терраса дейді ғой, летний терраса демаласын. Сырты пенеплекскен? Иә. Сырты түгел қапталған, бояу керек. Толық қапталған. Мынауының септик ол постоянно уже. Мынау балалар ойнайтын қом, ойнайтын кішкене. Үй түсіріп қойғанбыз. Мынау иттің күркесі, итіміз болған бұрын қашып кетті. Қашып кеткенде далаға шығарғанбыз, кетіп қақты. Мынауың даланың туалеті? Иә, мына даланың туалеті, светімен түгелі. Баняға ағаш. Ағаш бойдан есептелген. Ойбай, баняның ағашы, баня саламыз ба деп дайындап қойған. Цемент, ондай-мұндайлар, артық запастары мен түгелімен. Ана кладовкаңыз, Кладовка сияқты ғой, даланың кладовкасы бұл. Күрел ондай-мұндайды. Алдында тапчан ба? Қайсы? Даладағы диван ғой, отыратын, отырып демалады. Отырып демалады, диван ғой. Мына үйге кірген бойда есігі қалыңдау есіктен. Наора түгел теплый пол. Мынаның барлығы бар ғой? Теплый пол. Қыста наорадан жылы ұрып тұрады. Төбесі кирса көрдің бе? Мына обой. Ол неңіз? Мына домофон ғой дала. Домофоныңыз? Еще электрический ворота. Есік автомат түрде ашылады екен? И ворота да автоматический түрде ашылады. Тоқ. Мына кірген бойда коридор екен. Төбесі натяжной потолок. И оңға қарай бұрылған кезде арка түртес есіктері. 36 квадрат. Бұл зал ғой сізде? Зал, иә. Төбесі натяжной потолок. Стенасы обой.
үй түгел 3 экземплярда светтер. Мынау мысалы не? Мынау дневной сары жанып тұр ғой, ночной сары. И мынау анандай дневной. Осылай бөлмелердің барлығында. Полы паркет па? Пол не ол? Ламинат па? Ламинат. Заттарын ақшасына келіссеңіз, тастап кетуге болады барлығын. Дүниесімен. Осы залдан, коридордан солға қарай бұрылған кезде кухня бар екен. Кухня 22 квадрат екен. Төбесі натяжной потолок. Стенасы Леонардо. Я. Полы ламинат. Бұл да не? Бұны қалдырамыз негізі. Кухнайды ма? Кухнайды толық қалдырамыз. Өйткені мыналар уже басқа егеге жарамайды. Осыған жасалған өз. Анау холодильник жаңадай алғанбыз, енді білмеймін, о жағын келісеміз ғой. Ары қарай жүргенде. Мынау малый зал міне. Малый зал екен. Бұнда төбесі натяжной потолокпен. Алюминовый. Терезесі пластик. Полы ламинат. Сложный открываниясымен түгел терезелер. Бұлай шалқасынан да ашылады, бұлай да ашылады. Сол жағыңызда спальня. Төбесі натяжной потолок. Тоже алюминовый. Терезесі пластик. Терезесі биік екен. Үште оң ғой түгелі. Потолок. Полы ламинат. Квадраты 20. Төртте 5. Ашқан кезде санузел. Анау душевый. Санузелында кафель екен. Төбесі натяжной потолок. Ар жағы душевой. Пол жуатын. Стиралка. Полы теплый пол. Мынау да түгел теплый пол. Мына жағында айнасы. Мынау айнасы жағып тұрады. Былай шығатын есік. Екінші этажға қарай баспалдақпен көтерілеміз. Стенасы Леонардо екен. Кирпич ғой? Жағына кірпіш. Асты кірпіш, үсті Леонардо. Жарық. Мына жағында летний терраса дейді. Летний терраса. Көрдің ба, орда магнитофон, анда-мында қойылады. Телевизор қойып. Жерде отырсаңыз болады. Болады, аха. Саған тапшыға киіп болмадың ба? Енді екінші этажға қарай. Көтерілген бойда. Ана жағында бір есік. Мынау қазақи бөлме. Қазақи бөлме. Қазақи бөлме дейді. Қазақи бөлме. Мынандай үшеу. Натяжной потолок. Одан насы бар. Полы ламинат. Көрдің ба? Көлі. Біз Балқаштымыз ғой, Қарағанды облысы. Мына көл жасалған тоже не ғой? Натяжной. Төбедегі Балқаш көлінің қайығы мен ар жағында өзені. Натяжной потолок. Өзені жасаған Балқаштың. Және қайық түрдес люстра. Екінші этаждың санузел екен. Үлкен ванна, 2 метрлік. Үлкен ванна. Толық кафель. Төбесі натяжной потолок. Вытяжкасы бар. Қол жуатын және туалет. Енді мына бөлмеге кірсек. Бұл спальня жастардың. Бұл жастардың спальня екен. Стенасы обой. Төбесі натяжной потолок. Анында шторлар бар көрінді.
түгел терезе. Түгел терезеде шторлар бар екен. Ар жағында кладовка бар екен. Үсті чердак. Былай чердак. Бұнда света ночной. И мынау үш неде жанады мынау. Мына біреу. Ана екіншісі, мынау үшіншісі, мынау біріншісі. Көрдің ба? Мынау мына несі темный, мынау светлый, анау яркий. Екінші этаждың холл екен, телевизор көріп отырасыз. Ширма бар. Ширма. Екінші этаждағы холл. Мынау уже детский бөлме. Мына жақта детский бөлме. Ол детский бөлме. Терезесі штормен жабылып тұр. Стенасы обой. Карта. Детский бөлме ғой. Ойын. Бөлме қалды. Бір бөлме бұл. Онда жүктер тұр. Ана қызымыздың. Олар шетелден келгеннен Төбесі натяжной потолок екен. Бұл комнаттың квадраты? Бұныңкі 4-6, 24 па сонда ғой? 4-6. Толық обой. Нет, тоже сондай. Ночнигі түгелі бар. Мынау лестница асты. Жанат. Суретке түсіруге болады. Лестницаның асты. Лестницаның асты. Бұнда кладовка жасауға болады екен. Кладовка түрінде қоюға болады екен. Және мына жерде пештің регулировкасы. Мынау пештің котелдің несі. Котелка. Анау тяпшкені келесі sana. Көп. Так, мынау котел. Котел қанша квадратқа арналған? 500. Мынау 400 бір нәрсеге арналған негізі. Су, иә? Иә, су. Мынау не? 500 литр. Мынау отопление 400-ге арналған. 400 квадратқа арналған. Мынау теплый полдікі, мыналардың барлығы. Анау 2 этаждың несі, поступлениясы. Көрдің ба? Мынау айна, тоғы, барлығы тұр. Ашан тағы бір есік. Так, бұл кладовка уже. Кладовка. Иә. Бұл террасаның асты кладовка. Ар жақта выход жоқ? Бар. Жаңа біз кіргенде жабық тұр ғой. Выходы бар. Бұл уже Мына жағынан уже далаға қарай шығып кетесіздер.